Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен өріктен дайындалатын тосаптың жасалу жолымен бөлісемін. Яғни бәрі бірдей дайындайтын шығар, сонда да мен өзімнің жасалу жолымен бөлісейін деп шештім. 3 килограмм өрікті алдым, жудым және ішіндегі сүйегін алып тастаймын. Кішірек өрік болса, мен сүйегін ғана аламын да екіге бөлем. Егер үлкен өріктер болса, онда сүйегін алғаннан кейін жаңа өрікті тағы да пышақпен ортасынан кесіп 4-ке бөлем. Негізі мен солай жасаймын. Себебі тосаптың ішінде үлкен өріктер болса, маған ұнамайды. Негізі мен өзім көргенмін, жаңа өрікті сақтап та туралған тосаптарды негізі енді өз қалауыңыз бойынша турасаңыз да болады. Мені барлығын тазаладым, турадым, дайын. Енді осы өрікке, 3 килограмм өрікке мен 3 килограмм қант саламын. Яғни бірде бір саламын ғой. Қантты салғаннан кейін мен осылай бір түнге қойып қоямын. Толығымен жаңа қанты ергенше. Негізі 4-5 сағатқа қойса да болады. Жақсылап араластырамын. Содан кейін бір түнге қойып қоямын. Міне менде түнімен тұрды. Көрдіңіздер ма, қандай өріктің суы шықты. Яғни қант жақсы ерген. Енді осыны жоғарғы отқа қоям, қайнағанша ғана. Қайнағаннан кейін баяу отта қайнатамын. 10-15 минут қайнатамын және көбігін алып тастаймын. Мен жаңа қайнайын деп келе жатқан кезде көбігін алдым. Қазір мен қайнап жатқан кезде араластырып, тағы да көбігін аламын. Және бір рет қайнатқаннан кейін толығымен суығанша тағы да қойып қоямын. Қатты суығанша емес, бір жылы болғанша қойып қойсаңыздар да болады. Және тағы да екінші рет қайнатамын. Екінші ретте солай баяу отта 10-15 минут қайнатып, көбігін алып тастаймын. Арасында араластырып қоямын тосапты. Бірақ көп араластырудың қажеті жоқ, жаңағы ішіндегі өріктер езіліп кетуі мүмкін. Сіздерге толық процеспен бөлісіп жатырмын. 2 рет қайнатамын, ортасында суытамын және көбігін толығымен алып тастаймын. Көбігін алғаннан кейін араластырып, отты өшіріп, тағы да тосап толығымен суығаннан кейін жаңағы суық таза банкілерге тосапты құямын. Кейде өзім көріп жатамын, жаңағы банканы стерилизациядан өткізіп, ыстық кезінде ыстық жаңағы банкіге ыстық тосапты құйып жатады. Бірақ мен жыл сайын осылай жасаймын. Суық тосапты суық банкіге құямын. Және мен банкілерді бұралатын немесе пластикалық қақпақтармен жабамын. Қыстай жақсы тұрады, ештеңке болмайды. Маған бүгін сондай сұрақ келіпті, пластикалық қақпақтарды қолдануға бола ма деп. Әрине мен жыл сайын солай жасаймын. Міне менде 2,5 литр тосап шықты. Мына ыдыстың өзінде 500 мл тосап бар. Мен өлшедім. Осы рецепт бойынша тосап дайындасаңыздар, комментарий жазып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Баршаңызға ас болсын.